Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі видеода дайындалатын ас нан сауыру деп аталады. Бізге қой еті, нан, пияз және де дәмдеуіштер керек болады. Қызып тұрған қазанға жеткілікті май құямыз және де үшбұрыштап туралған нанымызды араластырып 30 секундтай пісіріп алып дайындап қоямыз. Енді етті саламыз да 1 минуттай араластырып тұрып пісіріп аламыз. Сосын етті де сүзіп алып қойып қоямыз. Енді таза қазанға азғана мөлшерде май құямыз да пиязына салып қуырып аламыз. Ендігі кезекте дайындап қойған етті салып жақсылап қуырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз және де толықтай жақсылап қуырып аламыз. Ендігі кезекте дайындап қойған нанымызды салып жақсылап араластырып қуырып аламыз. Сосын дәмдеуіштерді қосамыз да жақсылап қуырамыз. Бұл тамақ өте тез әрі оңай дайындалады. Сіздерге дайындап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет.